Бүгін сабақта жаңа санау бірлігімен танысамыз. Бірақ алдымен өзімізге таныс санау бірліктерін еске түсірейік. Бұл бір бірлік, бір ондық немесе 10 бірлік. Ал 10 ондық бір жүздікті құрайды. Қане, еске түсірейік. Жүздікпен санау кезінде сандар қалай аталады? Бір жүздік, 100, 2 жүздік, 200, 3 жүздік, 300, 4 жүздік, 400, 5 жүздік, 500, 6 жүздік, 600, 7 жүздік, 700, 8 жүздік, 800, 9 жүздік, 900. Ал 10 жүздік жаңа санау бірлігін мыңдықтарды құрайды. Мың саны бұлай жазылады. Мың сандар жазылуының жаңа класы мыңдықтар класын құрайды. Мың санының құрамында 1 мыңдық немесе 10 жүздік немесе 100 ондық немесе 1000 бірлік бар.